Бүгін мен сіздерге Каспийда ИП мен декретке максимум қанша ақша төлеу керек екенін көрсететін боламын. Ең бірінші Каспийға кіреміз. Каспийдің ішінде платежиді таңдаймыз. Все деген батырманы басамыз. Астында бізде штрафы и налоги дегенді таңдайсыздар. Бұл жерде платежи для ИП дегенді таңдайсыздар. Енді сіздер обязательно пенсионные взносы төлейсіздер, социальное отчисление төлейсіздер, және взносы на обязательно социальное медстрахование для ИП деген төлейсіздер. И осы жыл қосылған налоги для ИП деген төлейсіздер. Қараңыздар, обязательно пенсионные взносы деген. Смотрите, бұл жерге сіздер обязательно пенсионный взнос дегенде КНП 0,10-ды таңдайсыздар. Одан кейін период оплаты сізде январь. Например, қазір январь айы болса, негізі 22-ге төлесеңіз болады да, декабрьдің. Мен бірақ заранее жасайтын болғандықтан январь айына деп қоямын да. Келесі ең плательщика жазасыздар. ИП кімнің атында, соның ең жазасыздар. Одан кейін кімге ақша төлеп жатсыздар. Егер де работнигіңіз жоқ болса, жұмысшыңыз жоқ болса, онда өзіңіздің иеніңізді таңдайсыздар. Астына суммасы бізде 7000 теңге. Осымен төлейсіздер. Келесі бізде социальное отчисление. Выберите платежа дейді. Бұл жерге біз социальное отчисление деген 0,12-ні таңдаймыз. Период оплаты январь. Ең плательщика, ең работниканы жазасыздар. И қанша төлейміз? Максималкамен 17150 теңге төлейсіздер. Келесі медстрахование для ИП-ға сіздер КНП 122 деген таңдайсыздар. Период январь. Негізі январь айыныкін февраль айында төлесеңіздер болады. Ең плательщика жазасыздар. И суммасы жазылып тұрады. Суммасы бізде 4900 теңге болады. Максималкамен. И налог төлейтін болсаңыздар, бұл жерде уже мен өзімнің клиенткамның несін жазайын. Алматинская область. 101-202-ні таңдаймын. Одан кейін УГТ-ні таңдайсыз. Бұл бізде Карасайский районда орналасқан. Выберите район дейді. Мен бұл жерде Каскеленді таңдаймын. Аппарат акима города Каскелен Карасайского района деген таңдаймын. И период таңдаймын. Бұны сіздер жинап бір төлесеңіздер де болады. Немесе ай сайын төлеп отырсаңыздар да болады. Негізі жинап төлеген меніңше ыңғайлы сияқты. Текущий период дейміз. И название организации дегенге мен ИП Амина. Келесі и номерін жазасыздар. И суммасын жазасыздар. Қанша сумма? Бізде егер ай сайын төлейтін болсаңыздар, сіздерде 1,5% 7300. Егер де максималкамен төлейтін болсаңыздар, 7350 теңге төлейсіздер. 7350 теңге төлейсіздер. Осылай төлеп шығасыздар. Назарларыңызға рахмет. Егер де осындай сіздерге ИП ашу, ИП-ны жабу керек болса, декретпен миллионға шыққыңыз келсе, ИП-мен декретке миллионға шыққыңыз келсе, мен сізге астына жаңағы контакт номерлерін жазып кетемін. Соған WhatsApp номеріне жазып услугасын сұрасаңыздар болады.